Шакирбеков Ислам Мұхтарұлы 1951 жылы Қырғызстанда туған, баяғы Фрунзе қаласында. Жасым 72-ден 73-ке кеттім. Осында Асакаровқа 1997 жылы келіп, телеком директор болдым, Қазақ телеком. Содан бері осында тұрып, қазір пенсиядан, пенсияда енді жай отырған жоқпыз. Ақсақал алқасының төрағасымын. Осы екінші созып бір жеті подряд сайландым. Соны жұмыс жасап жатырмыз. Жұмыс көп. Қолымызда келсе қазір көп жастармен осыға сіз айтқан тема сол бәрі ашаршылық кезінде, кәмпеске кезінде соны енді қазірде оқимыз и нетеміз, есте қалған, үлкендерден қалған соны. Вот сол маған қызық, не қандай қызық нәрсені сіздерге үлкен кісілер айтып берді? Сіздің есіңізде не қалды? Мен енді сіздер айтайын да, мен мектепті сол Қырғызстанда бітірдім, мектепті. Соқұлық ауданы Атбашы дейтін сөйді неге. Енді ол кезде оқығанда не қырғызша жоқ, не қазақша жоқ. Жазушылардан білетіміз тек қана Абай Құнанбай. Болды, басқа практически оны ешкім нетпейді. Ылғи оқитынымыз орысша, тарих болсын, тіл болсын. Содан біз енді кішкене сол жақты көбірек білдік. Енді біз, атам менің 64 жылға қайтыс болды. Бірақ ол кісілер айтпайтын. Қорқатын. Енді ол кісі осы Түркістан жақты оқыды. Біз енді бір санап көрдік, 150 жыл осы діни жолмен жүргенбіз. Мен атым Исламбек қойған соғыс. Атаңыздың аты жөнін айтып жіберіңізші. Атам Дүйсенов Әбдіхалық. Әкемнің аты Шакирбеков Мұхтар Дүйсенұлы. Ол енді сонда біз оғыстар кәмпеске кезінде 31 жылы Киік дейтін ауылда тұрған. 10-шы шет ауданы 10-шы ауыл деп неткен шетті, Киікті. Содан көшіп кеткен арбамен, енді жаяу арбамен. Сол Қырғызстанға көшкен ба? Қырғызстанға көшерде Киіктен бір 10-12 шақырым бір Арқары дейтін тауға бір жәшікке салып кітаптарын тығып кеткен. Ескі кітаптар ғой, ескі демес, ол кітаптар жағы арабша оқығандар ғой. Соны аталарынан қалған, бұрыннан қалған сол кітаптарды сөйге тығып. Оны да тығады ғой, көрсетпей. Көрсетпей, жағы кигезге орап, бір жәшікке салып, араша размер примерно. Ақоранды көрсе табылады ғой? Енді ол кезде көп нетпейтін. Соны неге орап бір үңгірге тығып, сосын 20 жылдан кейін 54 жылы келіп алып кетті. Кейке біз онда Қырғызстан тұрмыз. Ал енді сол тағда барған соң әкейдің фамилиясын ауыстырып жіберді. Неге? Сол қорықты ғой, бір стап қалама, нетіп қаламды қой. Бір әкейдің соң бір ұл, бір қыз. Ал туыстардың ішінде біреу арест болған ба? Жоқ па, қамаған ба? Жоқ, оны естімейді. Бір кісі естім, артынан бір недер болған енді. Сол енді қашып жүрді ғой. Анерге бір ай тұрады, 2 ай тұрады. Сөйтіп жүргенде әкеге жаңа неге қалай осында учет бар ғой? Учет болады ғой, совет өкіметі болсын. Сол әкемнің атын уже Шакирбеков деп нетеді. Сол кезде біздің әкемнің фамилиясы, атамның фамилиясы Дүйсенов, ана кісінің бір туыстарының, жақын туыстарының атына өзгертіп жүрген. Шакирбек дейтін кісі болған, соларды ауыстырып жүрген. Енді солар шешем айтады. Солар енді осы жаққа шешем соны где-то бір
бой жетіп қалған. Сонда бір олар бай болған 10 жыл, 10 мың. Малдарды карпишке тіркелеген ба онда адам? Жоқ, ол сол кезде малда нетті ғой, тастады ма, құр Енді немен сатып кеткен. жібереді ма, ақша керек деп. Потом, собственно, заготовки же были. Помните, нужно было сдавать все это, правильно? Соны енді солай аман-сау тұрып неге жеткен, Қырғызстанға жеткен. Сол жерде жаңағы бәрі ауыл-ауылдан, енді ауыл емес, енді бір ыңғайлы жерге көшіп жүре берген, енді Қырғызстанға мен естуші 100 мың қазақ ауысқан. Осы орта жүзден біз центр жақта, Қарағанды облысынан былай айтқанда қазір. Сонда жаңа апам, шешем айтады. Бір күні Тоқпақ жаққа болдық дейді. Мына не жағы, Орыс жағында ма бір жақ, таулы жер. Сонда бір жерге барып қондық дейді. Сосын бір апасы бар. Соның жаңа 3-4 жаста ұл баласы болды дейді. Соны бір қырғыздар сұрақ берді дейді. Баласыз? Баласыз қырғыздар сұрақ берді. Бізге беріңдер, аштан өліп қалады, не етеді деп. Сосын бермейді. Сол ертесіне бала жоғалып кетеді. Ұрлап алған ба? Ұрлап алып кеткен енді. Сонда ол кезде... Шешеңіз аты жөні кім жаңағы апаңыздың? Шакирбекова Ақжарқын, ол кісі қайтыс болды. Сол кісі айтатын енді, сол кезде бір кеше тарыға баланы ауыстыратын. Енді баланы да нетпесін, аштан өлмесін айтыр бір табылады ғой. Қалған аман болсын деп сөйтіп қалады. Енді ол кезде ол сенер, сенбес, сондай бір Москва. Енді біз жаңа әкелеріміз жаңа айтқан 150 жыл осы діни жолмен жүрген. Қалай болса жаңа неге оны кім жақтырады, ешкім молла деп. А вот еще один вопрос. Он что, вот он был религиозный деятель, ишан был, наверное, да, он? Или хажы болған? Жоқ, қажыққа барған жоқ. Жай молла оқыған. Молла. Преследование было все равно? Или он не афишировал? Он не афишировал. А еще один вопрос. Вот по сравнению с Казахстаном, в Кыргызстане им получше было, посытнее было? Конечно, лучше. Мына жерде ашаршылық қой. Ашаршылық енді жаңағы кімнің Федоровтың кітабын оқыған шығарсыз. Ол кезде енді қала жаңа неге, ол кезде балық недерді көбінесе арамды қанат балысын жемейді ғой. Олар енді анау балқаш жағына барып шөпті жемейді, саңырауқұлақты жемейді, солай ғой. Орыстар жейді ғой, а біздікі нет, жоқ. Содан жаңа неге балқаштың бойымен әрі қарай шуға жеткен әйтеуір. Енді шуда уже жаңа судан өсімдік көп, арпа, бидай, сол несін әрі қарай Қырғызстанға жеңілдеу болған. Жеңілдеу болған. Елге қай кезде келдіңіздер? Бұл жерге мен әскерден сол Қырғызстаннан кеттім 70 жылы. Содан кейін 71 жылы біздің үй осы Мойынты дейтін жерге көшіп кеттік. Хабар келді ма, сонда көшуге болады деген сияқты, или? Жоқ, уже енді өзі көшейік деген бір не болды? Енді совет өкіметі уже көше берсін, ешқандай несі, оны ограничение. Қудаламайды дегендей болды ғой енді. Тогда бір сұрағым бар. Что вам известно о расстрелах? Было ли что-то, свидетельства какие-то? Мама ли рассказывала? Кого-то, кто сопротивлялся власти? Енді, ондай болған ба? Мен де естігенім. Жаңағы Кемел Жүністің. Кемел Жүніс. Бір жерде дейді, осы Босағаның станция Босаға, ауыл Босаға, соның маңайында бір кісі НКВДшник. Бір оқпен 9 қатар қойған бұлай. Соны бір оқпен атқан. Ол жазулар. Ол кітаптан табуға болады. Сосын енді көп жазу несі. Кішкентай балаларды тоже өлтірді, да? Кішкентай балаларды неге сол кісінің бір энциклопедиясында жүр. Сол кісі жазған бір тоже кәсен дейді. Соны атқанда ең алды үлкен кісі шалды атқайды, әкелерін атқан. Сосын апасын атқан. Одан кейін ұлын атқан. Одан кейін келінін атқан. Сол ең соңғы бала шығырдап бір жасар бала дейді, соны мылтықпен айтқан. Ол кісі сол кітаптан оқығанын айтқан. Ол былай да естідік қой біз.
Но сондай сөз Иә, арасыңызда жүрген. ол уже ана кісі официально жазған. Сондай жаңағы баяғы сол 9 неме Шакирбеков аты ол кісі бір қай жылы қайтыс болды қазір аты кім еді. Ол кісі енді негізі 10-15 жыл отырып келген. Сібірде? Иә, Сібірде, сол жақта болған енді. А он где, в окружение попал или как он был? Не в окружение, ол кісі білмеймін енді қалай неткен, бірақ сосы 20-15 жыл ма сондай отырып келген ол жақта. Сапи, Шакирбеков Сапи. Қай жылдары? Ол сол соғысқа барар кезде, наверное. Соғысқа барар кезде тұтқындалып кеткен да. Соғысқа барар кезде. Жарайды. Мен ойымша да, мен де оқып жүрмін ғой осы. Ол что-то неге көп ел білмейді. Былай айтқанда, көп ел білмейді. Көп нені даже айтпайды. Мәселен, мен мына кісіге жаңа айтып отырмын, жаңа Күмісбек Молла деген болған. Естуіңіз бойынша неге ол кісі Қойныштағай. Сол кісі Ленинмен кездескенде бір недер бар, суреттері болған ол кісінің жаңағы. Сол жақсы түрмеге отырғызып, неге айтыр, неге барды, Қырғызстанға барды. Сонда біз үйге келеді екен. Соны жаңа айтып отыр, сол кісінің бір жаңа киіктен кетерде кітаптар тығып кетті. Ақы сол кісінің соның ішінде бір Құран болыпты. Соны жақында осы 4-5 жыл болды. Соны бізден кеп бір немересі алып кетті. Одан бұрын, одан кейін ол кісінің жаңағы Күмісекенің біз даже осы уақытқа шейін жаңағы Күмісбек деп айтпаймыз, Күмісеке дейміз, Күмісекенді. Басқару болсын, мен аталармен нетіп жүрген біздің үйде жаңағы бір ай тұрған ба сол Қырғызстанда. Содан кейін ол кісі ұсталынып, неге Сібірге алып кетті. Ол кісі 41 жылы, 37 жылы атылды. Енді мені әкем 51 жылы Бұхараға оқуға барады, медресеге. Сол кісінің бір туыстары кетерде, осы мен жаңағы бірдеңкесі қолсыз деп, мені әкеме әкеп береді. Бір көйлек әкеп береді, киісін деп, жұғысты болсын деп. Одан кейін мен киіп кетеді, алып келеді, сол Бұқарада жүргенде. Ол үйде келіп біздің үйде жатты. Енді мен немересі кіші болсын, олдан сол біздің үйде жатты. Мен мойнында тұрғанда осында алып келдім. Одан кейін 94 жылы мен балам неге оқуға түсті. Институт Ислама Аль-Асхар. Египетті, бірақ бітірген жоқ. Мен де соны киіп жібердім, сол көйлекті. То есть от одного к другому, да? Так что? Енді солай қызық сосын ол бітірмей қайтып келді, көйлек үйде жатты. Сол жаңағы туыстары бір Хамбатырова Майкеш дейтін дәрігер Қарағандыда тұрады. Соғысының немересі, жиен немересі ме, туған немересі ме. Соны естіп келді, 4-5 адам келіп, сұрап. Сосын мен әкемнің қарындасы бар, Қордайда тұрады. Сол кісі көп нәрсені білетін. Сол айтады, ислам, сен енді қайтесің, ол сенікі емес. Сен ертең анау бәріміз кетеміз ғой деді. Сол кетсең, балалар оны бағалай ма, бағаламай ма. Сол келіп, сосын неге келеді, сол бердім соларды. Осы 3-4 жыл болды, атасының көйлегін алып, жылағанда масқыр. Люди, конечно. Енді қазіргі көзқарасымыз қалай, конечно, оны жасау керек. Вот смотрите, еще один вопрос.
Вот было такое, что в вашей семье кто-то умирал из маленьких детей от Ашашевтан? Жоқ, ашаршылықтан. Такого не было. Все-таки спаслось, что вы уехали в Кыргызстан, да? Ага. И, видимо, вот то, что вы кочевали постоянно, это не могли вас зацепить, да? где-то? Да, енді ол кезде кішкене жақсы жақта